Dostlar, қалдарыңыз қалай? Күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін ақпанның 11-і болды. Бізде жел, аяз, Қарағанды облысында. Итімді таппай келе жатырмын. Байлап тастайын деген қазір қуа бастайды. Жоқ үшті келі. Бағандан айғайлап тұрмын. Сырма жүрген Нұрланның ғана жүздір. Қазір сиырларды айдап жүрген жоқпыз өріске. Тәнде шөп шашып қоямыз. Сосын үштің кезінде қамап тұсап жүрік қораға. Сол бізде жағдай. Өздеріңізде қалай болатыр, жағдайларыңыз қалай? Шыққан аязды болып тұр. Ой, жел кетті. Нұрланға көмектесуге келе жатырмын. Сиырлар шөп жеп жатыр. Жақсырма жүріп тұр, күн шығып тұр. Күшті көрініс болып тұр ғой. Жарайды достар. Қора тазалауға кірістім. Сәттілік деп қойыңыздар. Достар, біз екінші қорадамыз, ана қораны біттік. Бұл қорада да бірақ ташке қалып төгетін. Күн осындай болып тұр. Өп-жеп, әпеге еріналар. Қазір осыны төгеміз. Қой жақтағы қораға барым. Болды түсімен. Қораны біттік. Бұл қораның жүрі бітті. Енді ан жақтағы қорым. Қар болып, тау бойы үйлеткен қарлар. Ал достар, қазір қораны біттім. Ана қорам сағат 9:15 минуттар. Қораларды бітіп үйге барам. Сіздермен оған Насыбек айкымыз, мен кішігірім бай, қолдау көрсеткендеріңізге рахмет.